18 сәуір халықаралық ескерткіштерді тарихи орындарды қорғау күніне байланысты және де қазіргі таңда өтіп жатқан Таза Қазақстан атты республикалық акцияға осы Қошқар ата қорымына келіп сенбілік жұмыстарын, тазалық жұмыстарын жасап жатырмыз. Енді көктем шығысымен жалпы барша адамзат тазалыққа кіріседі ғой. Сол табиғатты аялайық. Бүгінгі жасаған жұмыстарымыз осы Қошқар ата қорымының барлық жан-жағындағы қоқыстардың барлығын шығару жұмыстарын жүргіздік. Негізінен қасиетті орындарымызды көбірек дәріптеуіміз керек. Оларға көбірек көңіл бөлуіміз керек. Болашақ ұрпаққа да, аманаттағанда да біз осыны күтіп ұсталуына бар күш-жігерімізді салуымыз керек.